Осындай әдемі беретканың мастер-классын сіздерге көрсететін боламын қазір. Мінекей. Ол үшін бізге керегі Alize Lana Gold жібі 240 метрде 100 грамм. Және де крючок номер 5 және де сантиметрлік лентамен белгілеуге арналған маркер қажет болады. Ең алдымен қазір экранға таблица шығады. Мінекей осы таблицадағы бірінші бағандағы мен 56-шы, яғни бас шеңбері 56-шы размерге тоқитын боламын. Ал екінші бағанды қарасаңыздар, екінші бағанда 17-де 8 шығып тұр. Яғни 56-ны бағанның жоғарысындағы 3,100-ден 14-ке бөлген кезде 17-де 8 шығады. Соны округлять етіп, дөңгелектеп алған кезде 18-де аламыз. Яғни біздің шапкамыз 18 болу керек. Диаметрі бұл беретка болғандықтан біз оны 1,5 есеге көбейтіп тоқимыз. Сонда 27 сантиметр болады. Яғни төбесі мінекей 27 сантиметр. Ал 27 сантиметр сіздер басқа бас шеңберіне размерге тоқитын болсаңыздар, өздеріңіздің размерлеріңізді, яғни 1,5 есеге көбейтіп, шыққан санды, яғни сол сантиметрді өлшеп тоқисыздар. Сіздерге мастер-класс түсінікті болады деген ойдамын. Мінекей осындай қалың, жылы, әдемі беретка тоқитын боламыз. Амигуруми шеңберінен бастаймыз. Сұқ саусағымызға жіптің ұшын осылай өзімізге қаратып тұрады. Жұмыс жібіміз арт жағында тұрады. Күрчогымызды осы неден жіптің астынан өткіземіз де, жұмыс жібімізді тартып аламыз. Осылай енді қолымыздан жіпті аламыз. Енді 3 петля көтереміз. 1, 2, 3. Күрчокқа жіпті іліп, осы шеңберінің ішінен 15 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 14 және де 15 соңғысы. Енді осы жібімізді жақсылап тартамыз. Яғни ортасында тесік қалып қоймау керек. Енді бағанағы көтерген 3 петлямыздың үшіншісінен жұмысымызды аяқтаймыз. Осылай. Енді 3 петля көтереміз. Күрчокқа жіпті ілеміз. Енді узорымызды тоқып бастаймыз. Келесі тұрған бағаннан, яғни теріс бетінен рельефный столбик аламыз. Яғни қазақша рельефный, кедір бұдырлы деп аударылады екен. Маған енді рельефный деп айта берем, яғни арт жағынан теріс бетінен рельефный алдық. Енді күрчокқа жіпті ілеміз. Осы рельефный мен келесі тұрған столбиктің дәл ортасынан, яғни прям ортасынан жай столбик с накидом тоқимыз. Күрчокқа жіпті ілеміз. Келесі тұрған жай столбиктен кейінгі тұрған бағаннан оң бетіндегі рельефный тоқимыз. Күрчокқа жіпті ілеміз. Енді қайтадан теріс рельефный тоқимыз. Күрчокқа жіпті ілеміз. Екеуінің ортасынан, яғни жай столбик тоқимыз. Қайтадан оң бетінен тоқимыз.
Енді теріс рельефный аламыз келесі тұрған бағаннан. Енді осы теріспен келесі беткі рельефныйдан ортасынан, яғни жай столбик тоқимыз. Дәл осылай жалғасып кете береді. Яғни қазір біз теріс аламыз, одан кейін екеуінің ортасынан жай тоқимыз, оң бетінен аламыз, теріс, жай, оң, яғни солай жалғасып кете береді. Яғни өзіміз өз бетімізбен тоқимыз. Неке соңғы жағына қарай келдім, теріс алдым, екеуінің ортасынан жай столбик тоқыдым. Енді крючокқа жіпті ілеміз. Мынау тұрған, яғни 3 петля көтерген бағаннан оң бетінен аламыз. Оң рельефный тоқыдық. Енді біз санаймыз. Бізде беткі жағынан рельефный, оң бетіне тоққан рельефныйымыз 8 болу керек. Мінеки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді жұмысымызды біз мынау тұрған 3 петлядан емес, келесі тұрған бағаннан жұмысымызды аяқтаймыз. Мінеки осылай. Енді қайтадан 3 петля көтереміз. Бұл бізде 3-ші қатар. Крючокқа жіпті ілеміз. Енді мынау тұрған теріс бетінен рельефныйдан тағы да теріс рельефный тоқимыз. Мінеки. Енді одан кейінгі біз екеуінің өткен қатарда, екінші қатарда екі столбиктің арасындағы жай столбик тоқыдық. Осы жай столбикті теріс рельефный қылып тоқимыз. Мінеки теріс тоқыдық. Енді осы тұрған беткі рельефный мен осы теріс рельефныйдың ортасынан столбик тоқимыз, яғни жай столбик тоқимыз. Енді осы беткі рельефныйдан сол қалпы қалады, яғни беткі рельефный тоқимыз. Мінеки осылай. Енді бізде теріс рельефныйдан теріс тоқимыз. Одан кейінгі жай тоқып едік қой, сол жайдан тағы да теріс алып тоқимыз. Енді теріс пен оң рельефныйдың ортасынан жай баған тоқимыз. Енді беткіге келдік. Беткіні тағы солай оң қылып тоқимыз. Енді теріс, тағы да теріс, яғни алдыңғы қатардағы тоққан жай столбигіміз келесі қатарда ол теріс рельефный болып келеді. Енді екі теріс пен оңның арасынан жай баған тоқимыз. Ал беткі рельефныйдан беткі рельефный тоқимыз. Дәл осылай жалғасып кете береді. Соңына дейін өзіміз тоқитын болайық. Мінеки соңғы жағына беткі рельефный тоқыдым. Енді 3 петля көтергеннен емес, келесі бағаннан жұмысымызды аяқтаймыз. Яғни әрі қатар сайын осылай болады. Және де 3 петля қайтадан көтереміз. Міне. Бұл бізде 4-ші қатар. Крючокқа жіпті іліп, мынау тұрған, келесі тұрған бағаннан, яғни мінеки мынау бағаннан теріс бетінен тоқимыз. Біреу, келесі тағы да теріс тұр ғой, сол терістен теріс рельефный тоқимыз. Енді біз беткі мен теріс рельефныйдың арасынан жай баған тоқыдық. Сол бағанды да теріс етіп тоқимыз. Яғни әр қатар сайын солай болады. Біз екі оң мен теріс
рельефныйдың ортасынан жай бағанды келесі қатарда ол теріс рельефный болып тоқылады. Яғни осылай жалғасып кете береді. Енді оң рельефныйдан оң тоқимыз. Мынау бізде қазір теріс рельефныйды тоқыдық. Енді осы екеуінің ортасынан жай баған тоқимыз. Енді оң тоқимыз. Осылай жалғасып кете береді. Біз алдындағы түсіндіргенімдей, яғни біз диаметрі дөңгелек, яғни беретканың дөңгелек бас жағындағы размері өзіңіздің өлшеп алған сантиметріңізге сай болғанша дәл осылай тоқып кете бересіздер. Яғни әр қатар сайын бұл теріс рельефный көбейіп, бір бағанға көбейіп отырады. Енді қайтадан теріс тоқимыз. Теріс. Өткен қатардағы жай тоқыған бағанымыз бұл қатарда теріс болып түседі. Және де оң. Енді екеуінің арасынан, яғни бір баған әшейін тоқимыз, жай баған. Және де мынау тұрған беткі бағаннан беткі, яғни рельефный болып түседі. Дәл осылай өзімізге қажетті мөлшерге жеткенше осылай тоқыла береді. Қазір сіздерге, яғни аяқталғанын көрсетемін. Дәл осылай тоқи береміз. Яғни түсінбеген сұрақтарыңызды комментарийге қалдыра беріңіздер. Мінекей беретканың төбесі тоқып біттім. Мен 27 сантиметр тоқыдым. Енді қатарымызды аяқтадым. 3 петля көтердім. Күрчоққа жіпті іліп, келесі тұрған, яғни петлядан, келесі тұрған сыртқы ішкі қарай бағаннан рельефный, яғни сыртқы рельефный алдым. Дәл осылай 4 сантиметр болғанша тоқитын боламыз. Мына жаққа дейін тоқимыз. Қазір мына жақта қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Міне, осы соңғы жағына келдім. Яғни, міне бастаған жеріміз осылай келдік. Енді біз жай баған тоқып едік. Ол бағаннан да алдыңғы қатардағыда, яғни сыртқы рельефный столбик тоқимыз. Енді біз осы жерде жай баған тоқуымыз керек еді. Оны тоқымаймыз, бірден беткі рельефный бағанды тоқып кетеміз. Яғни әр осы жерге келген сайын жай бағанды тоқымайтын боламыз. Бірден беткі бағанды тоқып кете береміз. Дәл осылай біз 4 сантиметр шыққанға дейін, яғни осы жерін, басталған жерін маркермен немесе жіппен белгілеп қоясыздар. Яғни осы қатардан бастап 4 сантиметр болғанға шейін дәл осы жолмен тоқып шығамыз. Міне мен маркер қойдым. Бұл бірінші қатарды аяқтадық. Бірінші қатарды 3 петля көтердік алдыңғы қатарда. Сол 3-ші петлядан жұмысымызды біріктіреміз. Тағы да 3 петля көтереміз. Енді сыртқы рельефный столбик тоқимыз. Яғни дәл осылай жалғасып кете береді. Өйстіп 4 сантиметр тоқимыз. Яғни осы маркерімізден бастап есептеп 4 сантиметр болғанға шейін дәл осылай тоқитын боламыз.
міне 4 сантиметр тоқыдым. 4 сантиметр менде 5 қатар шықты. Енді резинкасын тоқуды бастаймыз. 3 петля көтереміз. Крючокқа жіпті ілеміз. Енді артқы рельефныйдан біреу аламыз, соңына дейін тоқымаймыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Келесі артқы бағаннан тағы да біреу аламыз, соңына дейін тоқымаймыз. Крючокта үшеу. 3 жіптен біреу шығарамыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Енді алдыңғы бағанын тоқимыз. Яғни беткі рельефный баған тоқимыз. Крючокқа жіпті ілеміз. Енді артқы рельефный тоқимыз. Соңына дейін апармаймыз. Біреу жіпті ілеміз. Келесі бағаннан артқы рельефный. Крючокта 3 жіп, үшеуінен біреу. Крючокқа жіпті ілеміз. Енді алдыңғы баған тоқимыз. Рельефный алдыңғы баған. Қайтадан крючокқа жіпті ілеміз. Артқыдан біреу аламыз, соңына дейін тоқымаймыз. Тағы аламыз. Келесісін. Міне крючокта 3 жіп, үшеуінен біреу аламыз. Енді беткі рельефный тоқимыз. Мінекей дәл осылай жалғасып кете береді. Қазір 2 артқы, 1 беткі, 2 артқы. Енді мына жерде біреу қалып қойып отыр. Бұны да артқы баған қылып, рельефный артқы баған қылып тоқып жібереміз. Міне соңғы жағына келдім. Біреу алдым. 1 артқы рельефный. Тағы да 1 артқы рельефный. Енді бізде біреу артық қалды ғой. Оны да осыған қосып жібереміз. Егер сіздерде солай артық қалып жатса, осылай істейсіздер. Ал егер біреуі беткі болып қалатын болса, үшеуін, яғни артқы рельефный қылып, осылай тоқисыздар. Енді 1 беткі, яғни осы біз бағаналы бері, яғни басталғалы осы сызыққа, яғни беткі рельефныйға сай келу керек. Енді қайтадан беткі рельефный. Дәл осылай өзіміз соңына дейін тоқып кете береміз. Соңғысына келдім. Бір қатар осылай етіп тоқыдым. Енді 3-ші петлядан жібімізді біріктіреміз, мінекей жұмысымызды. Енді крючокқа жіпті ілеміз. Мына тұрған теріс баған тоқыдық қой, бірде алып екеуін. Содан қайтадан теріс бетінен аламыз. Мінекей крючокта 2 жіп, екеуден біреу алдық, крючокта 2 жіп қалды. Біреу шығардық. Сосын 2 петля көтереміз. Яғни бұл бірінші. Крючокқа жіптілеміз. Бізде мынау теріс беттегі, оң беттегі рельефныйден тоқимыз 1 рет. Енді біз 2 бағанды алдық біріктіріп. Осы 2 бағаннан екеуін қосып алып бірге тоқимыз. Енді беткі рельефный қалды. Мінекей. Енді 2 теріс рельефныйды алдық. Екеуін бірге қосып аламыз. Енді беткі. Дәл осылай өзіміз тоқи береміз. 2-3 қатар. Яғни теріс рельефныйдан теріс, оң рельефныйдан оң, солай жалғасып кете береді. Мінекей.
Міне, енді оң. Дәл осылай өзіміз 2-3 қатар тоқимыз. Мінекей мен тоқып бітірдім. Мен қалың крючокпен 2 қатар, ал 3 миллиметрлі крючокпен 3 қатар тоқыдым. Яғни тоқымамыз, береткамыздың резинкасы әдемі көрініп тұру үшін соңғы жағына қарай, яғни осы 3 миллиметрлі крючокты пайдаландым. Жұмысымды аяқтап, жібімді жасырып, артық жіптерін қиып, осындай береткамыз дайын болды. Мастер-класс сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай әдемі беретканы менімен бірге тоқыңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.